Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде презентацияны генерациялайтын нейрожелілермен танысатын боламыз. Соның ішінде қазір біздер гамма ап деп аталатын нейрожелінің жұмысымен танысатын боламыз. Өзіміздің әдеттегідей браузерімізге кіріп, іздеу жолағына гамма ап деп жазамыз. Одан кейін ішіне кіреміз. Енді менде қазір тіркеліп тұрғандықтан автомат түрде шықты. Сіздер регистрация жасап кірсеңіздер болады, немесе жаңағыдай Google аккаунт арқылы, Microsoft, Apple деген сияқты аккаунттар арқылы өзіңізде бар аккаунтпен автомат түрде кіріп кетуге болады. Енді бізде жаңадан генерациялауға болады, өзімізде бар презентацияны импорттауға болады осының ішіне, немесе жаңадан бастап пустой, яғни бос презентацияны жасасақ болады. Біздер қазір жасанды интеллектінің көмегімен жаңадан презентация жасайтын боламыз. Мен генерациялауды басам, себебі маған жасанды интеллектінің көмегі қажет. Бізде енді осындай 3 таңдау болады. Біздер не жасаймыз? Презентация бірінші нұсқада, екінші нұсқа веб-сайт жасауға болады, немесе үшінші нұсқа ол бізде документ. Енді мен қазір презентация жасаймын. Бізде 10 бетке дейін, 10 слайдқа дейін тегін рұқсат етілген, және де бір айға 400 кредит береді. 15-ші беттен бастап, яғни 10-нан көп бет жасайтын болсаңыз, онда плюс версиясы керек болады 15-ші бетке дейін. 20-ші, 25-ші, 30 бет жасайтын болсақ, яғни 20-дан көп жасайтын болсақ, онда бізге Pro деген версиясы керек болады. Біз қазір тегін версиясымен жұмыс жасаймыз. Енді біздер қазір презентацияны жасайтын тілді таңдаймыз. Бұл жерде қазір сіздер бірнеше тілдерді көріп тұрсыз. Мына жерде орыс тілі және астында украин тілінің астында қазақ тілін таңдасаңыз болады. Одан кейін осы жерге біздің өзіміздің енгізетін тақырыбымызды жазамыз. Мысалы, ақпарат деген сияқты мен тақырыпты жазып, яғни жасау дейтін батырманы басатын болсам, маған жаңағы 10 беттік презентацияның негізгі әр бетінен тақырыптар шығып тұр. Бірінші, мысалы, ақпарат дегеніміз не? Ақпараттың түрлері, ақпаратты жинау және сақтау, ақпаратты өңдеу және талдау, ақпарат ұсыну және тарату, ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық жүйелер, технологиялар, қоғам, мәдениет деген сияқты мысалға 10 беттік презентацияның бізге тақырыптарын ұсынып тұр. Бізде енді генерациялау батырмасын басқаннан кейін осындай бірнеше секунд ішінде бізге 10 беттік презентацияны дайындап берді. Енді біздер не жасай аламыз? Біздер осы презентацияны өзіміздің қалауымызға байланысты шрифттерін немесе суреттерін өзгертіп өңдей аламыз, бірінші. Екіншіден, біз осы презентацияны сілтемесін жіберу арқылы достарымызбен немесе тағы да басқа адамдарға бөлісе аламыз. Үшіншісі, ол бізде өзіміздің компьютерімізге, яғни өзіңіздің қолданушы ретінде сіз сақтап ала аласыз. Бізде сақтаудың 3 нұсқасы берілген. Ол PDF арқылы экспорттау, екіншісі PowerPoint форматында экспорттау, яғни PPTX деген форматта. Үшіншісі бізде PNG деп аталатын форматта. Біздер осы 3 форматты қолдану арқылы жасаған презентациямызды өзімізге жүктеп ала аламыз. Мысалға, бізден жөнелту үшін көбінесе PDF форматында таңдаған дұрысырақ. Себебі PDF форматында жіберілген ақпараттар ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Яғни біздің қабылдаушының, яғни алушының операциялық жүйесіне байланысты компьютердің немесе қандай да бір әлеуметтік желілердің қысуына, сығуына ешқандай байланысты болмайды. Енді біздер жасалған дайын презентацияны қарасақ болады. Осы жерден бізде 10 беттік презентациямыз сәтті түрде дайындалған. Мысалға, ақпарат деген терминнің анықтамасынан бастап, барлық қажетті ақпараттың түрлері, оны сақтау және жинау, оны талдау, өңдеу, тарату, ұсыну, қауіпсіздік жүйелер, жалпы қолданылатын ақпараттық технологиялар, ақпараттық қоғам және де ақпараттық мәдениет деген сияқты ең негізгі бөліктерін осы презентациямызға бізге жүйелеп, дайын күйінде сізге салып қойған. Енді біздер осыны өзгертулерге енгізсек болады, немесе сабағымызға дәл осылай қолдансақ болады. Осы нұсқаулықты
пайдалана отырып сіз де өзіңіздің сабағыңыздың жаңағы дайындалуына аз уақыт кетіріп жасасаңыздар болады.